Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Ең бастысы пирогымыздың құрамы әрбір үйде табылады. Достар, міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және пирогтарымыз өте үлкен болып шығады. Әсіресе үлкен отбасыларға өте керемет болып табылады. Ең алдымен қажетті заттарымыз ол сүт, сұйық май, қант, ас содасы, 3 жұмыртқа, какао, ұн және уксус қажет болады. Ұнымызды мен алдын ала електен өткізіп алдым. 400 грамм ұн. Егер сіздерде өлшейтін таразы болмаса, 2 стакан ұнды електен өткізіп салыңыздар. Және қантымызды саламыз. Какаомызды саламыз, яғни құрғақ заттарымызды салып, араластырып алатын боламыз. Жақсылап осылай лопатканың көмегіменен немесе қасықтың көмегімен жай араластыра берсеңіздер де болады. Енді үстінен жұмыртқамызды саламыз. Кішкене араластырып жібереміз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майларыңыз міндетті түрде иіссіз болуы тиіс. Енді сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміздің температурасы және пайызы міндетті емес. Менде 2/5 сүт, дүкеннің сүті және салқын сүт. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, бір келка масса болғанша. Сүтімізді бірден құйып жібермейсіздер. Осылай аз-аздан құя отырып араластыратын боламыз. Егер сізде венчик болса, осылай венчикпен қозғап жіберсеңіздер, тез бір қалыпты массаға айналатын болады. Енді уксусымызды аламыз. Менде 70% уксус. Егер сіздерде 6 немесе 9% уксус болса, немесе алма уксусы болса, қоса берсеңіздер жарай береді. Нан содамызға салып, осындай газ-етіп аламыз. Реакция жүреді. Сонда ас содамыздың пирогымыздан ешқандай дәмі шықпайтын болады. Алдын ала дайындап қойған массамыздың үстіне ас содамызды салып, уксуспен араластырып, жақсылап бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Міне осындай масса шықты. Осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Менде әсел пештің табасы үлкен болып шығады. Барлығын құйып алдым. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Осы аралықта ганаш дайындайтын боламын. Мен ганашты, шоколадты ганашты қолдан жасадым. Сіздерде дәл солай жасап көрсеңіздер болады. 5 ас қасық қантымызды салдым. 3 ас қасық какаомызды саламыз. Және сүтімізді құятын боламыз. 10 ас қасық сүтімізді құятын боламыз. Егер сіздерде шоколад болса, шоколадпенен тек қана ерітіп ганаш жасасаңыздар болады. Жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Астына аздап отты қойып қайнататын боламыз. Міне қайнап жатыр. Өзімізге қажетті массамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді үстінен сары майымызды салып жібереміз. Отымызды өшіріп, сары майымыз ерігенше араластырамыз. Міне осымен шоколадты ганашымыз дайын болды. Осындай керемет болып шығады. Пирогымыз міне пісіп шықты. Өте жұмсақ және нәзік болып пісіп шықты. Суытып алған соң, үстінен шоколадты ганашымызды барлық жеріне жететіндей етіп құйып шығатын боламыз.
барлық жеріне құйып алдық. Енді мен осылай пышақпенен кесіп шықтым төрт бұрышты етіп. Және алдын ала жаңғағымызды майдалап дайындап қойдым. Бетіне себуге әдемілік үшін дәл солай жей берсеңіздер де болады. Міне дайын болды пирогымыз. Өте керемет, дәмі деген шаймен ішкенге өте керемет тәттілердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де аз болсын. Егер видео ұнаған болса, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, қолдап, пікір қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жазып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сау болыңыздар.